Алло. Алло, Дәулет аға, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бұл Ерболат қой. Қалдарың қалай? Шүкір Алла, ақсындап жүріп жатырмыз аға. Сұраңға бәрі жақсы ма? Өнер жақсы ма? Өнер жақсы, иә, ақсындап. Сендердің ана тірліктерің надоелы. Аха. Мен танисың ба сен? Есіңде ма? Иә, аға, танимын, әрине танимын. Спорт және министерстводан мен Дәулет ағаң тұрылған. Иә. Анан 91 90 1 дей ма? Не ол? Кімдер ол? Менің балдарым ғой, менің балдарым. Неме қалан шулап жүрсіңдер? Болды ғой, баға, өткенде ең соңғы выступление көрдіңіздер ғой. Жоқ, ол не деген сұмдық, ана балаларың былай қарасаң, ана әкесін ауыз сүзген темір үзетін жігіттер. Иә. Не деген сұмдық? Мен ток-шоуға шақыру керек па? Сондай әңгімелерге мен сендер үшін бару керекпін ба? Маған спорт жайлы бағанаға. Охота жайлы айтса бір жөн. Иә. Или мен ойыншық көрдіңдер ма? Жоқ аға, жоқ. Мен түсінбей тұрмын, неге сізге бұл әңгіме жетіп отқанда түсінбей. Сен Арыстанбек Мұхаммадиұлын танисың ба, ол кісіні, министр ғой? Иә. Сол бәрін ұйымдастырып отырған. Қалай маған жетпейді, мен балаларым жоқ па? Сол қатарлы, мен онда интернет соцсет не екенін білмеймін ба мен? Аға, біз бұның бәрін бітірдік қой, өткен соңында шыққан кезде. Қашан бітірді, аналарың әлі жүр, мен сендерге айтайын. Ол ертең ауруға сәдет қалмайды. Өнердің адамдары өнерді ары қарай жүре береді, білесің ба? Иә. Ішіп болсын. Ол ертең шашын үйсі, ертең ол бір жерде шығады қайтып. Бывший нантиванда мен өлең айтқан деп. Ертең сол әңгіме керек па сендерге? Ол ертең талай қыздарды құртады ертең ол. Жанкүйер деген жетеді. Кішкене сен жасыңға де 30-ға келіп жатсың. 30-дан астым аға. 30-дан асып жатсың. Үлкен жігітсің, лауазымда. Иә. Бұл не істейсіңдер оны? Мақұл, мен саған ұрыспаймын, ол сен өзіңнің өмірің, сол арқы ғанибет аласың сен. Елдің қошеметіне бөленесің. Иә. Дұрыс. Иә. Біз соңғы, Дәулет аға, біз соңғы осы жақында ғана выступлениеде біз шықтық қой, ешқандай әңгімесіз шығып бәрі көрді ғой енді. Никакой сахна болды. Мен сендерге айтамын, никакой сахна. Бұдан кейін сахна деген жоқ. Құртыңдар шетелге көздерін, шетелде көрсетсін. Ақыры тура шетел түрлері. Мені бүйтіп ток-шоуға шақырып ондай, маған ондай сұрақтар керек емес. Болмаса мен қалдың көрдіңдер ма мені? Оға сіз айтыңыз, кім оған сіз? Астанаға өзі шықты ма? Біз өткенде ғана ол кісімен сөйлестік қой барып. Не сөйлестіңдер? Барып, ол кісімен отырып сөйлесіп, бұл тек қана өнер екенін түсіндірдік. Қазір мысалы Құдай қаласа BBC телеканалы келе жатыр. Бізге сұхбат алуға, енді BBC деген өзіңіз білесіз ғой. Иә. Осының бәрі енді көптеген жұмыс қой бізге де деп жүріп Астанаға бәрін түсіндірдік. Жоқ, болды. Ақшаларың шығардыңдар ғой бәрі. Жетеді ғой. Жеткілікті ғой. Құртыңдар көздерін. Мен білесің ғой, мен көп сөйлемеймін. Балам. Алло. Алло. Не өшіп қалды? Білмеймін, сізге звондасам телефон өшіп. Толық аты жөнің кім еді сенің? Ерболат қой, Ерболат Беделхан. Орда тобындасың сен, е? Иә, талай қызықшымызда болдық қой. Иә, білем ғой. Болғаны маған міндетсінбеңдер маған, мақұл ма? Жоқ, ешқандай міндет отқан жоқ маған. Болсаңдар, сендер не үшін емес, ақшаларыңды кетіп жатсыңдар. Тегін келдіңдер ма? Біз бізді кезінде Медеу аға шақырды ғой сізді. Иә. Талай шыққанымыз. Түсіндім аға, мен сізді бәрін түсіндім. Жастарды құртасыңдар, маған қызық емес ол, найтиуан ба, әкесін алып. Ол өзіне ол, звезда болса өзіне. Маған мына Қайрат Нұртасты айтыңдар, Төреғалиді айтыңдар мына. Жақсы. Түсініңдер ма? Түсіндім. Больше не повторился это, түсіндің ба? Жетекші сен болған қалай мен барасыңдар онда? Мен түсінем, болды, клип түсірдіңдер, әдемі кетті болды. Дальше нельзя, ел уже қарсы шықты ма, стакан лақтырды ма, помидор лақтырды ма, қайту керексіңдер ғой? Елді ашуландырмай. Біздің неше түр жындылар бар, қазақтың ертең алады қарын бірақ жарады, концерт шығармайды. Сол керек па? Жас балдар бар. Жас болса инвалид болады ертең анан түрлерімен. Сосын сен кінәлі боласың. Не надо наслаждаться 5-минутным кайфом. Или ақша тауып атсыңдар ма, миллиард? Жоқ, болды, қойыңдар, осы жерден доғартыңдар, түсініңдер ма? Түсінің ба деймін?
түсіндім. Бәріне айт, сабақ болсын. Давай, сау бол.